Анар Жанарқызы, рахмет. Өз тарапынан қосарым, қазіргі кезде бақ өкілдерінен автокөлік өндірісіне, жалпы салаға көп ақпараттық сұраныстар түсіп жатыр. Егер де бұрын ол нарық бойынша, бренд бойынша болатын болса, қазіргі кезде көбінесе журналистер локализацияға, жаңа жобаларға, тағы да төмен автокөлік құнын төмендетуге қатысты мәселелерге жиі көңіл аударып отыр. Бұл әрине қуантады, бірақ біз сияқты аналитиктерге бұл жұмысты арттырады деп есептеймін. Рахмет. Артур жаңа байқағандай, Динара ханым презентациясында премиум сегменті бойынша слайдтарды тіпті мен де қарап шықтым, бұл аудиторияға қатысым болмаса да. Динара ханымға тағы да бір алғыс білдірейік. Ендеше байқап отырмын, қазір Бекнұр Несіпбаев автокөлік өнеркәсібі мен ритейлдің болашағына қатысты өз көзқарасымен бөлісуге дайын. Бекнұр Мұратұлы, мархабат. Рахмет үлкен, Ильяс. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, журналистер, блогерлер, әріптестер. Бүгінгі күнді осында болғаныма қуаныштымын. Жаңа айтпақшы, жылы Алматыдан суық Астанаға ұшып келдік. Жаңа таңертең кірген кезде ең бірінші байқағаным, бүгін осы президиумда сіздер тек қана автокөлік өнеркәсібінің жұмыскерлері емес, мына қараңыздар, автокөлік өнеркәсібінің ханзадаларын, ханшайымдарын көріп тұрсыздар. Сол өте қызық болды. Өйткені Қазақстан автокөлік одағында біздің Анар ханым басқарады, Орбис компаниясын Динара басқарады, Алюр компаниясын Оксана басқарады. Қандай керемет. Соны бір атап өткім кетсе. Қазір біздің компания, Астана Моторс компаниясы туралы кішкене ақпарат бөлісіп кетейін. Біріншіден, осы Астана Моторс компаниясына 19 бренд кіреді. Жаңа Forbes-тың ақпараты бойынша 2024 жылы Астана Моторс компаниясы ірі компаниялардың ішінде, жеке меншік ірі компанияның ішінде 3-ші орында тұр. 2025 жылы біздің компания $385 миллион ақш долларын салық төледік. Және сол салық төлеу бойында біз жеке компаниялар арасында 3-ші орында тұрмыз. Компанияда қазіргі таңда 10 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Бізде 4 жұмыс істеп келатқан заводымыз бар, және де 19 дистрибьюциямыз бар. Ол тек қана Қазақстанда емес, шетелдерде де. 59 өзіміздің дилерлік орталығымыз бар, және дилерлік жүйемізде 120-дан астам жеке меншік партнерларымыз бар. Астана Моторстың қарамағындағы Hyundai Трансқазақстан заводын білесіздер. 2020 жылы біз бұл заводты ашқанбыз. 2024-2025 жылы модернизациясын жасап, осы заводта қазір 50 мыңнан астам автокөлік шығарамыз. Завод жыл сайын салық төлейді. Мысалы 2025 жылы $30 миллион салық төледік. Қазіргі таңда заводымызда 1300 адам жұмыс істейді. Және де жаңа Анар ханым айтып кетті, Hyundai Қазақстан нарығында сатылым бойынша бірінші орында тұр. 50 мыңнан астам автокөлік саттық. Бұл бір бақтанатын жай, бірақ біз қазір тек қана Қазақстанда емес, басқа шетелдерде де жұмыс істеп жатқаннан кейін біз осы брендтердің басқа мемлекеттердегі сатылымында қарайтын болдық. Ол өте қызықты ақпарат екен. Соны бір бөлісе кетейін. Мысалы, сатылым көлемі бойынша Hyundai автокөліктері Қазақстанда бүкіл дүние жүзінде 12-ші орында тұр екен. Бұл жаңағы оңтүстік Кореяны алмағанда, әрине бірінші орын жаңа оверсиз рыноктар дейді ғой, оңтүстік Кореяны алмағанда бірінші орында әрине Америка құрама штаттары. Бірақ Қазақстан жаңағы халқы саны аз болса да 50 мыңнан астам автокөлік сатып 12-ші орында тұрдық. Біз мысалы Италия, Франция деген мемлекеттерден көбірек Hyundai автокөліктерін сатқан екенбіз. Бірақ бір қызығы, ол сатылым көлемі ғана емес, ол нарықтағы Hyundai автокөліктерін алатын мөлшер бойынша біз Қазақстан Hyundai автокөлігіне жаңағы бірінші орында тұр екенбіз. 21,7% нарықтық мөлшерімен
біз бірінші орында орналастық. Бұндай дәреже тек қана оңтүстік Кореяда бар. Ол жерде Hyundai'ның нарықтық мөлшері әрине бұдан да көп. Тағы бір айта кетеріміз, жаңа Анарам ханым айтты, 2025 жылдың қыркүйек айында біз Алматыда Астана Motors Manufacturing Қазақстан деген зауытымызды аштық. Бұл зауыттың ең қызығы, бұл жерде 3 қытайлық конкуренттік брендтер құрастырылады. Және де жердің тапшылығынан біз зауытты 2 этажды қып салдық. Бірінші этажында жинақ сборкасы цехы болса, екінші этажда шанақты дәнекерлеу цехымыз бар. Бұл зауытқа $438 миллион инвестиция салдық. Қазір зауытта 1900 адам жұмыс істейді. Зауыт жылына 120 мың автокөлікті шанақты дәнекерлеу және бояу әдісімен шығаруға дайын. Зауытымыз туралы бір минуттық ролик көре кетейік. Жаңа айтып кеттім, 211 мың шаршы метр және де осы зауытта шығарылатын 3 бренд Chery, Haval, Changan осы Қазақстан нарығында топ 10-ның ішіне кіреді. Бірақ бір қызығы, зауытты біз қыркүйек айында ғана іске қосқанбыз. Оның алдында бұл автокөліктердің көбісін біз импорттап сатқан болатынбыз. Және де тағы бір қызықты жағдай, осы брендтердің дүние жүзіндегі сатылымы нарықтық мөлшем бойынша Қазақстан өте қызықты мемлекет қытайлық автокөліктер үшін. Өйткені Қазақстанда сатылған қытайлық автокөліктердің нарықтық жаңағы мөлшері өте жоғары. Мысалы, Great Wall Motor'да 2-ші орында тұр, Changan'да Қазақстан 3-ші орында тұр, Chery брендіне Қазақстан 5-ші орында тұр. Қазіргі таңда біздің негізгі мақсатымыз ол автокөліктердің локализациясын ұлғайту. Бізде 2024 жылдан бері істеп келатқан 2 зауытымыз бар Алматыда. Ол автокөліктер орындықтарын шығару және мультимедиалық жүйесін шығару. Және де осы кооперация жағы дамып келеді. Сондықтан осы көктемнен бастап, сәуір айынан бастап біздің зауытта шығатын мультимедиалық системаны біз Қостанайдағы Kia зауытына да жіберетін боламыз. Ол осы негізі Қазақстандық автокөлік одағының негізгі мақсаты. Ол біз бір-бірімізбен де бір жағынан конкурент болсақ та, бірақ өндірістік жағынан, өнеркәсіп жағынан біз бірге жұмыс істеуіміз керек. Алматыда шығатын қосалқы бөлшектерді бүкіл Қазақстанға сатамыз. Қостанайда шығатын автобөлшектерді, Сарайында шығатын автобөлшектерді біз алуымыз керек. Сонда ғана жаңағы экономикалық жағдай осы локализацияны ары қарай ұлғайтуға көмек береді. Және алдымызға қойған бірнеше тағы да жобаларымыз бар. Ол осы март айында іске қосылатын зауытымыз. Ол жерде біз автокөліктердің пештерін шығаратын боламыз. Және де осы автокөліктердің қаптамасы, жаңағы еденнің қаптамасы, соны шығаратын боламыз. Алдымызға қойған осы қыркүйек айында шығарылған автокөлік орындықтарының қаптамасын өзіміз тігетін боламыз осы қыркүйек айында. Және 2027 жылы жаңағы автокөліктердің глушительдері мен жаңағы топливные трубки дейді, тормозные трубки, соны шығаратын боламыз. Осы жобалар қазір құрылыс бастадық. Мынау радиатор отопительдерге құрылысы аяқталды. Қазір оборудование орналастырып жатырмыз.
Және де Астана Моторс компаниясы қазіргі таңда шетелдік мемлекеттерге шығуды бастады. Өткен жылдың қыркүйек айында біз Чехия Республикасында Cherry брендінің дистрибьюциясын келісім шартына қол қойдық. Қазіргі таңда 10-ға жуық дилерлік орталықты Чехияда ашып, бірінші сатылымды бастап жатырық. Және де осы қаңтар айында, 2026 қаңтар айында Словакия Республикасында біз Cherry компаниясының дистрибьюциясын аштық. Және де осы қазіргі таңда біздің әріптестер Польшада жүр, Варшавада жүр. Сол жерде Great Wall Motor компаниясының дистрибьюторы болуымен келісіп жатырмыз. Құдай қаласа осы наурыз айында сол келісім шартқа қол қоямыз деп ойлап отырмыз. Және де Словения және Румыния жаңағы мемлекеттерін зерттеп жатырмыз. Негізі Қазақстанда, Өзбекстанда өзіміздің дилерлік орталық болғаннан кейін, дистрибьюциямыз болғаннан кейін, неге басқа елдерге кіріп жұмыс істемейміз, неге Европадан қорқамыз деп өзіміз шешім қабылдап, сол Европаға қазір есігін ашып, бірінші компанияларымызды ашып жатырмыз. Ол үлкен нәтиже деп есептейміз. Және де Қазақстанда дилерлік орталықтар туралы айтатын болсақ, өзімізде 52 дилерлік орталық бар болса, ол жерде 4300-ден астам адам жұмыс істейді екен. Ал ең бастысы біздің мақтанышымыз, біздің шығарылған автокөліктерді, импорттаған автокөліктерді 120-дан астам жаңағы кәсіпорын Қазақстан бойынша сатады. Ол жерде тағы да 4000 адамдай жұмыскерлері бар. Біздің негізгі стратегиямыз ол дилерлік орталықтарды осы әр қалада, әр жаңағы аумақта, сол жерде туып өскен, сол жерде бизнесі бар жаңағы кәсіпкерлермен жұмыс істеп, соларға беру, соларды үйрету, соларды алға тарту негізгі мақсатымыз сол. Ал өзіміз жаңағы өнеркәсіпті, локализацияны, заводтарымызды ары қарай дамыту, соған өзіміздің жұмысымызды бұрып отырмыз, соны көздеп отырмыз. Үлкен рахмет. Бекнур, спасибо. Бекнур, спасибо большое за ваш доклад. Очень интересно, насыщенный цифрами. Хочется сказать, что кейс с тем, что Астана Моторс развивает дилерскую сеть за пределами Казахстана в европейских странах, это действительно выдающийся кейс. Безусловно, это повод для гордости. Но хотелось бы задать вам один короткий вопрос. Он касается экономики развития автокомпонентов, производства автокомпонентов у нас в Казахстане. Наверняка, кстати, этот вопрос вам сегодня еще будут задавать СМИ. Возможно, вам его уже задавали. Но объясните, пожалуйста, на пальцах, Бекнур, как производство автокомпонентов в Казахстане в конечном итоге сказывается на себестоимости товарного автомобиля? Өте жақсы сұрақ. Қазақша жауап берсем ренжімейтін шығарсыз, бірақ орысша қайталап айтуыма болады. Ең біріншіден Қазақстан жаңағы теңіздерден ең алыс орналасқан мемлекет. Сондықтан шығарылған кезде біз басқа мемлекеттен қосалқы бөлшектерді тасысақ, ең үлкен алатыны ол логистика. Өйткені логистикамен жаңа автокөліктерді бірінші Қытайға немесе Кореяға алып келеді, Ресейге алып келеді. Одан темір жолмен, контейнермен осы Қазақстанға тасимыз. Тасыған кезде ең бастысы ол автобөлшек жолда құрмау керек. Сондықтан оны коробкаларға салып, әбден жаңағы жолда бірдеңе болып қалмасын деп сақтайды. Соның бәрі ақша. Мысалға айтып кетейін, автокөліктердің орындықтарын біз бұрын тасыған кезде біз контейнердің жартысында ауа таситынбыз. Өйткені автокөлік орындығын майыстыруға болмайды, оны осы тура қалыпта алып келу керек. Оған ешқандай зардап тиіп қалмау үшін бәрін жаңағы ағашпен орап, қорапқа салып таситынбыз. Және де контейнердің жартысы ауа. Бір контейнердің бағасы оңтүстік Кореядан Қазақстанға келу $8,5 мың тұрады. Сонда $4,000 біз ауаны тасымалдау үшін төлеп жатырық. Ал ол жаңағы автокөліктерді осы Қазақстанда шығарған кезде біз бірінші жаңағы пеноформасын осы Қазақстанда құятын болдық. Ол пеноформаны құйып біту үшін 250 грамм миллилитр, жаңа 250 миллилитр жидкость қана керек. Сол 250 миллилитр жидкостьті біз құйып
өзіміз пештен шығарған кезде автокөліктің жаңағы орындығының наполнителі дайын болады да, сонда логистикада біз ауа тасымалдамаймыз. Сол ауаны тасымалдамағаннан кейін осы Қазақстанда шығарған бізге экономикалық жағынан пайда тигізеді. Әрине, локализацияны жасаған кезде экономикасы дұрыс болғаны жөн. Өйткені экономикасы болмаса, жай локализацияға жетем деп инвестиция салсаң, жарты жылдан кейін, бір жылдан кейін ол кәсіпорын доход әкелмесе, әрине онымен ешкім айналыспайды. Сондықтан біз әр таңдаған қосалқы бөлшекті жан-жақты санаймыз. Қанша логистикада ол жаңағы қосалқы бөлшектің ішінде Қазақстанда шығатын шикізат бар ма, ол шикізатты қолдануға бола ма, соның бәрін санап болғаннан кейін қана біз инвестиция жасап шығарамыз. Сондықтан Қазақстанда осындай Қазақстанның шикізатын пайдаланып, болмаса Қазақстанның жұмыс орнын пайдаланып, логистикада, басқа да жерлерде экономикалық жасап, соңында жаңа қосалқы бөлшектің бағасы импорттық бағамен тең немесе одан төмен болса, әрине ол келешекте осы автокөліктің негізі бағасының түсуіне әкеледі. Спасибо большое за ваш столь детальный ответ. Я видел, что из зала несколько человек активно записывали вас в телефон. Видимо, рилсы пишут.